Антуанеттаның беделін құртқан алаяқ әйел туралы сөйлессек, Жанна де Ламот Францияның ақсүйектер ортасына кіріп, кардинал де Роганның көңілдесіне айналады. Ал кардинал патшайымның сеніміне қайта кіру үшін кез келген нәрсеге сенуге дайын еді. Жанна өзін Мария Антуанеттаның жақын құрбысы ретінде таныстырады. Ал патшайымның атынан жалған хаттар жаза бастайды. Тіпті түнде Версаль бағында Мария Антуанетта болып киінген әйел кардиналдың кездесуінде ұйымдастырған екен. Кейін Жанна патшайымның өте қымбат бриллиант алқаны сатып алғысы келетінін, бірақ халық оны ысырапшыл деп айыптамас үшін оны жасырын алғысы келгендігін айтады. Бұған сенген кардинал алқаны сатып алып Жаннаға табыстайды. Алайда алқа ешқашан Мария Антуанеттаның қолына жеткен жоқ. Жанна оны бөлшектеп, асыл тастарын жеке-жеке бөлек сатып жібереді. Біраз уақыттан кейін зергерлер Мария Антуанеттадан ақша талап ете бастайды. Сөйтіп үлкен жанжал шығады. Патшайымның бұл іске мүлдем қатысы болмаса да, халық Мария Антуанеттаны ысырапшыл әрі өтірікші деп қабылдай бастайды. Көптеген тарихшылардың пікірінше, дәл осы оқиға Мария Антуанеттаның беделіне ауыр соққы болып тиді дейді. Француз революциясының алдында монархияға деген сенімнің әлсіреуіне ықпал етеді, ал Жанна де Ламот кейінірек тұтқындалады, көпшілік алдында дүре соғылып, денесіне күйік таңбасы салынып, өмір бойына түрмеге жабылады. Бірақ Жанна түрмеден қашып кетіп, Санкт-Петербургта өмір сүре бастайды. Міне, осындай қызықты оқиғалар ұнаса, маған тіркелуді ұмытпа.